Сәлем гүл сүйер достар. Мен бүгін сіздерге азалия гүлі туралы және оның күтімі туралы мәлімет бере кетейін. Азалия ерекше күтімді талап ететін бөлме өсімдігі. Бұл гүлдің отаны Қытай елі. Жалпы бұл гүлдің 2000-нан астам түрлері бар. Азалияның биіктігі түріне байланысты 40 сантиметрден 3 метрге дейін өсе береді. Жапырақтары жұмыртқа пішінде жылтыр жасыл түсті болады. Ал гүлдерінің диаметрі 3,5-нан 5 сантиметрге дейін өседі. Түстері күлгін, қызыл, ақ болады. Шар тәрізді гүл жарады. Азалия қыс бойы ерте көктемге дейін гүлдеп тұрады. Бірақ ерекше күтімді қажет ететіндіктен оған үлкен еңбек жұмсау керек. Бұл гүлді сатып аларда 2 және 3 гүлі ашылғанын ғана таңдаған жөн. Ал одан арғы жағдайы өзіңіздің қолыңызда, жасаған күтіміңізге байланысты. Сондықтан жаңадан гүл өсіріп жүрген азаматтарға азалияны өсіруге кеңес бермеймін. Біраз тәжірибе мен білім жинағаннан кейін ғана азалияны өсіруге болады. Азалияны маусым-тамыз айларының аралығында қалемше арқылы көбейтеді. Қалемшелерді құм, торф араласқан топырақта тамырландырады. Қалемшенің бетін шынымен жауып, жүйелі түрде су бүркіп тұру керек. Ол 2 айдан соң тамырланады. Температурасы 25 градус деңгейінде болуын қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар азалияның негізгі зиянкестері өсімдік биті, өрмекші және саңырауқұлақ ауруы. Олар аз суғарғаннан пайда болады. Жапырақтары жиырылып түсіп қалады. Ылғалдылық аз болса ұзақ гүлдемейді. Азалия гүлін 2-3 аптада бір рет арнайы тыңайтқышпен қоректендіреді. Наурыз айынан қыркүйек айына дейін күніне 1-2 рет су шашып тұру керек. Гүлдеп тұрған азалияны молынан суарады. Жаз кезінде балконға немесе аулаға шығаруға болады. Қыс мезгілінде 12-15 градустан төмен болмау керек. Жарығы күннің тіке түскен сәулесінен сақтаған жөн. Бұл гүл ала көлеңкені ұнатпайды. Азалия гүлін өсіріңіздер.